Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Қазір мен сіздермен мына бір есепті шығарғым келіп тұр. Жәшікте бірнеше қарындаш бар дейді. Соның ішінде 3 қызыл қарындаш, 2 көк қарындаш, 7 жасыл қарындаш бар дейді. Енді Әли кез келген осы қарындаштардың ішінде екеуін кездейсоқ алды дейді, және ол қарындаштар қайтадан салынбайды дейді. Есептің шарты сонымен қайта салынбайды. Сонда бізге есеп беріп тұр. Екі қарындаштың да қызыл болу ықтималдығын табыңыз дейді. Яғни бұл есепті шығару үшін біз бірінші кезекте ықтималдықтың классикалық анықтамасын білуіміз керек. Ол мүмкін жағдайлар санын жалпы жағдайлар санына бөлеміз. Осы есептің шарты бойынша ең бірінші жалпы жағдайлар санын тауып алайық. Ол мынадағы барлық қарындаштар 3 қызыл, 2 көк, 4 жасыл. Сол кезде қызылдан 3, көктен 2, жасылдан 4 жиыны 9 бар. Сол кезде бізде n-іміз 9. Енді бізге мына біріншіде айтып тұр, екі қарындаштың да қызыл болуы дейді. Яғни ықтималдықты табу керек дейді. Екеуі де қызыл болу керек дейді. Енді бұны ықтималдықтың классикалық анықтамасы бойынша бүйтіп айтамыз ғой. Яғни барлығы бізде қанша не бар? 9 қарындаш бар. 9-ның ішінде қызылдың шығу ықтималдығы 3-тен. 9-дан 3-ке тең 1 қызылдың шығу. Екіншісі де қызыл болу керек дейді. Онда біз көбейтеміз де, көбейту ережесі бойынша. Екіншісі де қызыл болу керек, бірақ та бұл жерде біздің қарындаштың саны азаяды, себебі есептің шартында қайта салынбайды деп тұр. Сондықтан бізде басында 9-дан 3 болса, қызылдардың шығу ықтималдығы. Енді бізге саны азайды, яғни 1-ге азайды. Яғни ана жәшікте 8 қарындаш қалды. Сол 8 қарындаштың ішінде енді қызылдың біреуі 3-тен біреуі шығып кетті деп есептесек, енді осыдан біреуін алып тастасақ 2 болады. Яғни біздегі екеуі де біріншісі және екіншісі деген сөз ғой, және деген. Екіншісі де қызыл болудың ықтималдығы сол кезде осындай екен. 72-ден 6, немесе оны қысқартып ықшам түрде жазсақ, мына жерде қысқартып жерге көшеді, және мынада 4, мынада 1 деп. Сол кезде 36-дан 3. 36-дан 3. Енді оны да қысқартуға болады екен. 12. 12-ден 1. Сол кезде екеуі де қызыл шығуының ықтималдығы 12-ден 1 екен. Сондай-ақ оны комбинаториканы пайдаланып шығаруға болады бұл ықтималдықты. Ол үшін біз жаңағы теру операциясы сол, бұнда ықтималдық қызылда қызыл болу үшін біз жаңағы қызылдардың ішінен, қызылдар өзі барлығы нешеу? Қызылдардың ішінен 3-тен 2 қызыл болу керек. 3-тің біреуі мына жақта көбейту, 3-тің 2-і де. Міне қызылдың ішінен 2 теріледі деген сөз. Сонларда мына жақта барлық 9-дан 2 теріледі деген сөз. Нәтижесі мынауым 36 есептейтін болсақ, міне дұрыстап есептейікші. Міне қызылда қызыл тең болады. Яғни 3 қызылдың ішінен 2-ін теріп аламыз. Мұнда барлық 9-дың ішінен 2 теріледі деген сөз. Енді мынаны есептейтін болсақ, кәдімгі терудің формуласы 9 факториал бөлінген 2 факториал 7 факториал. Мұнда 3 факториал бөлінген 2 факториал 1 факториал. Тең. Мынамен сызып тастайтын болсақ, мынада 8 болды, 9 қалды. Мынамен сызып 3 қалды. Нәтижесінде бізде мына 8 мен мынаны қысқартуға болады. Сол кезде мынада 4. Сол кезде мынада 36, мынада 3 болады. Нәтижесінде міне 12-ден 1. Яғни біздің жаңағы жауабымыз қайта шықты. Яғни мына тәсілмен шығаруға болады, жаңағы мен көрсеткен. Немесе теру арқылы шығаруға болады екен. Сонымен бұл есепте егерде 9 қарындаштың ішінен
3 қызыл 2 көк 4 жасыл болған кезде екеуі де қызыл болуының ықтималдығы шықты. Сонымен 12-ден 1 алып. Бұл жерде есептің шарты маңызды, қайта салынбайды деген бізге көп көмектеседі. Енді екінші есеп. Екінші есеп міне тұр. Екінші есепте екі қарындаштың әр түсті болу ықтималдығы дейді. Яғни қарындаштардың әр түсті болуының ықтималдығы дейді. Яғни бізде көк пен қызыл бар ғой. Яғни екеу алады. Екеу мысалға көк пен қызыл болуы мүмкін. Сондай-ақ немесе қызыл мен жасыл болуы мүмкін. Немесе жасыл мен көк болуы мүмкін. Дәл сол сияқты бірінші қызыл алынып, содан кейін барып көк болуы мүмкін. Одан кейін жасыл алынып, содан кейін қызыл алынуы мүмкін. Немесе көк, содан кейін жасыл болуы мүмкін. Сол кезде бізде барлық жағдайлар саны осыншама теру болады екен. Көк пен қызыл, немесе қызыл мен жасыл, немесе жасыл мен көк. Немесе бірінші қызыл, содан көк алынуы мүмкін. Осындай жағдаймен алатын болсақ, онда мыналардың әрқайсысын есептейміз. Міне мынаны жаңағы бірінші мынада көрсеткен есеп бойынша шығаратын болсақ, ең біріншіміз барлығы 9 элемент болды. 9-шыда көгім қанша? Көктен 2 көбейтілген қызыл деп тұр. Қызыл. Енді біздегі әйтеуір саны бірге азайды. 8 элемент болды. 8-де тек қызылым қанша? Шу. Қосылған немесе дедік, немесе. Мынада немесе деген сөз, сондықтан ол қосу болады. Біз сол ережеміз қосу, көбейту ережесі бойынша. Немесе қызыл мен жасыл. Қызыл дегеніміз 9-дан қызылымыз 3, жасылым 8-ден 4 болады. Қосылған қызылым. Енді жасылда көк деп тұр. Жасылым 9-дың ішінен 4 болуы мүмкін. Немесе көк дейді, бұл 2. Енді бұның барлығы қайталанады. Сондықтан тура осы процесс 2 рет болады деген сөз ғой. 2 рет болса өстіп теңдеп ары қарай шығарайық. Өзі мұнан барлығы қарап тұрсақ, ортақ бөлімдері 72 екен. Мына жерде 6, қосылған 12, қосылған 8, көбейтілген 2 тең. Мынау сол кезде 20, 26. Мына мен қысқартып жүрмін, мынада 36. 26 бөлінген 36. Ол тең 13 бөлінген 18. Сол кезде жаңағы екі қарындаштың да әр түсті болуының ықтималдығы 18-ден 13 екен. 18-ден 13. Немесе оны да жаңағы мына ережемен шығаруға болады. Жаңағы П бізде екеуі де 2 түрлі түсті болу керек дедік. Жаңағы 2 түрлі. Алынған екі қарындаштың екеуі де 2 түрлі түс болу керек дедік. Онда ол жаңағы біз жаңа айттық қой. Барлық сан деген сөз әйтеуір 9-дан біз екеуді теріп жатырмыз. 9-дан екеу алыну керек. Сол 9-дан екеудің мысалға мына бір жаңағы қызыл мен көк дедік қой мысалға. Мына бір қызыл мен көк дегенді, қызыл мен көк дегенді. Көрдің ме? Қызыл мен көк дегенді бүйтіп жазамыз, қызылдың ішінде неше бар? Қызылдан үш қызылдың біреуі болса, онда 4 жасылдың біреуі. Немесе 3 қызылдың біреуі болса, 2 көктің біреуі. Немесе қай жағдай қалды? 2 көктің біреуі болса, онда жасылдың біреуі деген сөз. Енді осыны дұрыстап есептейтін болсақ, мына жерге есептегіш дұрыстап тұр. Дұрыстап есептейтін болсақ, 3 факториал бөлінген 2 факториал, 4 факториал бөлінген 3 факториал, осылай шығады, плюс
факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 2 факториал бөлінген 1. Қосу қосылған 2 факториал бөлінген 1, 4 факториал бөлінген 3. Енді мынаны есептеп, мына мен мынау қысқарсын, мына мен мынау кетсе 3, 4 қалады. Мына мен мынау кетсе, мынарда 2, 3 қалып тұр. Мына мен мынау қысқарса, мынарда 4 қана қалады. Мына жерде 36 бағаны есептегенбіз оны. 36, ал үстінде мынарда 12 плюс мынарда 6 плюс мынау 8 тең. Нәтижесінде 26 бөлінген 36. Солай ғой. Енді бұны 2 көтек, мынау 13, мынау 18 бұл. Жаңағы шыққан жауап шықты. Яғни екі түрлі жағдаймен шығаруға болады екен. Демек, алынған екі қарындаштың да әр түрлі түсті болуының ықтималдығы 18-ден 13 екен. Оны былай шығаруға болады, немесе теру арқылы шығаруға болады екен. Бұл екінші пункт болған. Енді бұл жерде тағы да бір есеп тұр, мынадай. Не? Қарындаштардың біреуі жасыл болу ықтималдығы дейді. Қарындаштардың біреуінің жасыл болу ықтималдығы. Яғни бізде барлық өзі 9 қарындаш бар. Оның жасылы өзі 4. Жасыл 4 дегенбіз. Қызылы 3, көгі 2 дегенбіз. Жазып отырмыз. Енді алынған қарындаштардың біреуі жасыл дейді. Яғни бізде жасыл болса бұлай болу. Қызыл болуы мүмкін, жасыл болуы мүмкін. Немесе көк болуы мүмкін, жасыл болуы мүмкін. Немесе жасыл қызыл болуы мүмкін, немесе жасыл көк болуы мүмкін. Яғни бізде 4 жағдай. 4 жағдай болатын болса, енді мына мен мынау екеуі бір нәрсе ғой. Қазір бөлімдері әртүрлі болды. Сондықтан 2 еселей салайық. Сразу есептейік. Мына қызыл мен жасылды. Барлығы 9. 9-дан 3. Енді мына жерде 8-ден 4 болады. Қосу, енді мынау үшін есептейміз, мынау үшін есептейміз. 9-дан көгім 2, көбейту 8, жасыл деп тұрмын 4. Тең 2 көбейтілген, мынада 72, мынада 12 қосылған 8. Мынау 36, 20, 36. Екеуін қысқартатын болсақ, 4-ке қысқартып, 4-ке қысқартып, 5, мынаны 4-ке қысқартып, 9. Яғни, бұл жерде қарындаштың біреуі жасыл болуының ықтималдығы 9-дан 5 екен. Міне, немесе оны да жаңағыдай немен шығаруға болады? Теру арқылы. Яғни, онда біз жаңағы терілген жасылдың ішінен 4-тің біреуі көбейтілген жаңағы 3-тің біреуі, немесе жаңағы 4-тің біреуі әйтеуір болу керек, көбейтілген 2-нің біреуі болады. 2 деген көктің. Соны жаңағы 9-дан 2-ге бөлеміз. Сол кезден арам 36 болады. Енді мынаны жаңағыда есептейтін болсақ, 4 факториал бөлінген 3 факториал қосылған. 4 факториал бөлінген 3 факториал, мынау көбейтілген 3 факториал бөлінген 2 факториал. Қосу 4 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 2 факториал болады. Сол кезде мына мен мынау қысқарсын, мына мен мынау кетсе 3, 4 қалды. Мынау кетсе, мынада 4, 4 кетсе 8. Сол кезде үстінде 20 болады, бөлімде 36. 36 тең болады ол. Жаңағыдай 9-дан 5-ке.
Демек есепті осылай шығаруға болады екен. Жаңағы мына ереже бойынша немесе терулер арқылы. Көп рахмет тыңдағандарыңызға.